Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін фаршированный перецтің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецепттермен бөлісемін. Ең бірінші салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет және пияз керек болады. Пиязды майдалап, турап фаршқа қосамыз. Және 2 дана сарымсақты да майдалап, турап қосатын боламыз. Күрішімізді 2-3 қайтара жуып, кейін тартылған етке қосатын боламыз. Сәл дәм беру үшін мен жусай қолданамын, қаласаңыз қосудың қажеті жоқ. Және жусайды қыс мезгілінен мұздатқышта қалай сақтау керектігін білгіңіз келсе, төмендегі описание бөліміне ссылкасын қалдырып кетемін, сонда көрсеңіздер болады. Және тартылған етімізге тұз бен қара бұрыш және аз мөлшерде қызыл бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін болгарскийімізді тазалап, жуып, дәл осылай дайындап аламыз. Кейін ішіне салмасын саламыз. Ал енді сорпасын дайындаймыз. Қазанға күнбағыс майын құйып, пияз бен сәбізімізді салып, 10 минуттай қуырып аламыз. Кейін қайнаған ыстық суымызды құйып, фаршированный перецтерімізді орналастырамыз. Картопты салып, ең баяу отта жарты сағатта пісіреміз. Міне бүгінгі кешкі асымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Әсіресе жаздың күндері жеңіл тамақтардың бірі деп айтсам да болады. Ал енді ең бастысы менің видеома ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыра кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.